Елестетіп көріңізші, сіз Шенген аймағына кіретін Италияда 1 евроға ғана ие алып, тұрақты тұру рұқсатын аласыз. Біреу бұндай мүмкіндік бар десе, сенбейтін едік. Бірақ сізде бұндай мүмкіндік шынымен де бар. Бұл Италия үкіметінің арнайы ойластырылған 1 евро үйлері деген жобасы. Шетел азаматтары енді Италиядан арзан бағаға үй алып, еркін тұра алады. Бірақ бұл жобада бір гәп бар. Ол не екен? Бірге анықтап көрейік. 1 евро үйлері Италияда шағын мекендерді дамыту үшін жасалған жоба. Алғашқы рет 1 евро бағасымен үйлер Сицилиядағы кішкентай Ганжи қаласында сатыла бастады. Бұл жоба Италияның зомбиландке айналып бара жатқан қалаларын қоныстандырып, жандандыру үшін әзірленген. Өйткені Италияда кішкентай қалашықтар мен ауылдардан ірі қалаларға көшіп кеткен жастар саны жылдан жылға көбейіп жатыр. Басқа көршілес елдерге жұмыс істеуге кеткен азаматтар да көп. Негізі соңғы жылдары Италияның демографиялық жағдайы арасында да мәз емес. 2023 жылы Италияның халық саны 58 миллион 850 мың адам болды. Ал 2050 жылы статистика бойынша халық саны 54 миллион адамға дейін төмендеуі мүмкін. Сарапшылар Италия демографиясының төмендеуінің негізгі 3 себебін атайды. Біріншіден, Италияда қарт адамдар саны өсіп жатыр. Елдегі орташа жас 46,6 жасты құрайды. Кейбір аймақтарда бұл көрсеткіш одан жоғары. Италия қазірдің өзінде Европадағы қарттар үлесі ең көп мемлекет болып табылады. Екіншіден, жаңа туған нәрестелер саны да аз. 14 жасқа дейінгі балалар үлесі тұрақты түрде төмендеп жатыр. 65 жастан асқан итальяндықтар пайызы өсіп, жастардан шамамен 12%-ға асып кетті. Үшіншіден, халық санының азаюына себеп неке және отбасы мәселесі болып тұр. Өткен жылдармен салыстырғанда қазір Италияда үйленіп, отбасы құрғандар азайып бара жатыр. 2022 жылы елде 1000 адамға шаққанда 3,2 неке ғана тіркелді. 2012 жылы 1000 адамға шаққанда 3,5 неке тіркелген еді. Осы жағдайды ескеріп, жергілікті билік ауыл қалашықтарға жаңа инвесторлар мен үй иелерінің келуі елді мекеннің өмірін, экономикасын және демографиясын қалпына келтіреді деген үмітпен үйлерді 1 евроға сата бастады. Дегенмен арзанның аты арзан. 1 евроға сатып алынған үй бірден көшіп келетіндей дайын болып тұрмайды. Бұл үйлер толықтай жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Бұған қоса, әрине, үй сатып алудың өз шарттары бар. Әр елді мекенде олар әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ негізінен мынандай шарттар қойылады. Бірінші, сатып алу, сату құжаттарын дайындау бойынша барлық шығындарды өтеу керек. Мысалы, нотариус қызметі, тіркеу жұмыстары мен құжаттарды поштамен жіберу. Екінші, мүлікті сатып алғаннан кейін 1 жыл ішінде мүлікті жөндеу жобасын тапсыру керек. Үшінші, құрылыс жұмыстарын рұқсат берілген соң 1 ай ішінде құрылысты бастау керек. Төртінші, құрылыс жұмыстарын 3 жыл ішінде толық бітіру керек. Берілген мерзімде жұмыс аяқталмаған жағдайда кепілдік саясаты бойынша алдын ала қалдырылған депозит қайтарылмайды. Айтпақшы, бұған қоса, құрылыс кезінде үйдің қазбетін өзгертуге болмайды. Тек ішкі құрылысын өзгертуге болады. Себебі бұл үйлер қалада көптеген жылдар бойы тұрғандықтан тарихи ескерткіш ретінде қабылданады. 1 евроға үйді сатып алғандардың бірі Калифорниядан келген 50 жасар Руби Даниэлс болған. Ол да Италияда балмұздақ бағасына сатылып тұрған үйді хабарландырудан көргенде оның растығына сене алмады. Бірақ ақыры Сицилия коммунасының шағын қаласы Мусомелиге барып, өзіне 3 үй алады. Біреуінен ресторан, екіншіден сауықтыру орталығын, үшіншісінен демалыс үйін жасағысы келді. Әрине, үйлер нашар жағдайда болды. Соның өзінде ол өкінген жоқ. Оның айтуынша, ол үйді жөндеу үшін $40,000 қаражатынан аспауға тырысады. 1 евроға Италиядан үй сатып алу тәтті естілгенмен күмән тудырады. 1 евро астарында үлкен шығындар бар. Бірақ сол шығындарды дұрыстап санап алып, Италияның бір қалашығында үй мен Италияда тұруға рұқсат алатын керемет мүмкіндік емес пе? Оған қоса таңдау да көп. Бұндай бағаға үйлер тек Сицилияда ғана емес, сондай-ақ Эмилия-Романья, Абруццо, Пьемонт, Апулия және Кампания сияқты Италияның түпкір-түпкірінен табылады. Сондықтан бұл мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Ойланып көріңіз. Lasciatemi cantare con la